Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Адам өмірге білсем, үйренсем, танысам деп, әрбір дүниеге қызығушылықпен қарап келетіні рас. Қиындықты жеңуге, жаңаны үйренуге көмектесетін, жол көрсететін әрине мұғалім мамандығы. Мұғалім білімді, шәкіртім бар жан дүниесімен жылулыққа толы қайырымды болуы тиіс. Ұлылық иесі артып тұратын ұстаз мамандығына мен қалай келдім? Кімнің ықпалы зор болды? Олардың өзі ұстаз алдын көріп, алтын әріптерді үйреткен, ақылшы да қамқор жанға бас иіп өткен. Осында үлгі тұтар ардақты ұстаз, Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері Орынша Қарабалинаның тұлғасы менің ұстаз болып қалыптасуыма өзіндік орны бар. Менің үйім қалған мектеп, дәрігерім, оқушыларым болды. Қаншалықты ауырып тұрғанымда да мектепке барсам жазылып кетемін деп, бар болмысымен ұстаз бола білген апайымыздың өмірінің өзі өнеге. Ең бірінші ұстаздықты биік қойған ұлт анасының шығармаларының әсері ме, әлде өзімнің бойымда шәкірт тәрбиелеуге деген құштарлық шеңді ме, мен тарих пәні мұғалімі болып, шәкірттеріме білім беріп келемін. Өзімнің негізгі мақсатым шәкірттерімнің жүрегіне жол тапқан, өз мамандығын шексіз сүйетін, ұстаздық жолды ұлы мұраты еткен ұлт ұстазы болу. Менің қазіргі заман талабына сай қойылған міндеттерді өз жауапкершілігім деп түсінемін. Ұстаздың біліктілігі, білімділігі, тәрбиелілігі, мейірімділігі, ізденімпаздылығы, тәжірибесінің молдығы шәкірт тәрбиелеуде үлкен рөл атқарады. Әрбір бала тұлға, болашақтың кілтін ұстаушы. Тұлғаға тәрбие беру үшін өзінің де парасат пайымын, ішкі әдебінің мол болуы шарт. Менің ойымша шын ұстазсың ба, баланың жанын түсін, жолдасы сырласы бола біл. Жүрегіне жол тапқан мұғалімнің сабағы шәкіртке сенімді, мейірімі қонымды болады. Өмір бойы ұстазын ұмытпастай етіп тәрбиеле. Мен үшін ұстаз болу алтын тақтан да қымбат. Олай дейтін себебім шәкірттерінің жылы лебізі мен ата-аналарының ақ батасы, әріптестерінің таза ниеттерімен қуантады. Білім бәйгелерінде оқушыларын топ жарған сәттерде мен өзімнің ұстаздық еткен уақыттарымның, сағаттарымның құр босқа зия кетпегеніне, шәкірттерінің алғырлығы мен білімділіктеріне риза боламын. Қалай риза болмасқа? Егер сенің еккен дәндерін жайқалып өсіп, жеміс мәуелетіп жатса. Иә, әрбір бала бір жұлдыз. Мақсатым жүректеріне білім шырағын жаға білу. Ұстаз алдында отырып, үйренген білімдерін өмірлеріне өлшеусіз азық етсе, ол менің мейірімнің жанғаны, еңбегімнің